Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен шайға арналған жұмсақ печенье жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта неше түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы сары май болу керек. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында болуы керек. Қатты сары май жарамайды. Сары майға қантымызды, жұмыртқамызды салып араластырамыз. Кішкене ванилин қосамыз. Жақсылап араластырып, ұнымызды саламыз. Ұнға разрыхлитель қосамыз. Яғни қамыр қопсытқыш, видеода түспей қалыпты. Жақсылап араластырамыз. Ең алдымен осылай қасықтың көмегімен немесе вилкамен араластырамыз. Ұнымызды аз-аздан саламыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Енді қолымызбен елейміз. Шоколадтарымызды саламыз. Бұл біздегі M&M's. Міне араластырамыз. Міне осылай қолға жабысқақ қамыр болу керек. Енді осы қамырымызды бетін целлофан пакетпен жауып, мұздатқышқа 30 минутқа қалдырамыз. Неке қараңыздар, мұздатқышта 30 минуттай тұрды. Видеода байқасаңыздар, қатқан қамырымыз. Қолымызбен өздеріңізге ұнайтындай көлемде печенье жасаймыз. Не дөңгелектеп аламыз барлығын. Аз-аздан. Не осылай құрт тәріздес дөңгелетіп шығамыз. Жасалу өте оңай. Не осылай дөңгелетіп шығамыз. Үстінен кішкене ғана басамыз, қатты баспаймыз. Өйткені жайылып кетуі мүмкін. Бетін қалған шоколадтарымызбен сәндеп шығамыз. Бұл әсіресе балаларға өте қатты ұнайды. 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Жұмсақ болып пісіп шықты. Жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын.